Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің авторлық бағдарламаның тақырыбы психикалық дамуында тежелуі бар балаларға арналған түзету дамыту бағдарламасы. Бағдарламаның мазмұны мен құрылымы. Авторлық бағдарлама психикалық дамуында тежелуі бар балаларға арналған түзету дамыту бағдарламасын қамтиды. Бағдарлама құрылымы айқын және жүйеленген. Мұнда әрбір бөлімнің баланың дамуындағы нақты мәселелерді шешуге бағытталған. Бағдарламаның мазмұны психологиялық, педагогикалық және әдістемелік тұрғыдан негізделген және балалардың қажеттіліктеріне сай етіп жасалған. Бағдарламаның кезеңдері менен тапсырмаларды айқын түрде берілген. Бұл педагогтарға жұмыс барысында бағдарламаға оңай сүйенуге мүмкіндік береді. Бағдарламаның ғылыми негіздемесі. Бағдарлама психикалық дамуында тежелуі бар балалардың арнайы қажеттіліктерін ескере отырып, ғылыми тұрғыдан негізделген. Ол психологиялық және педагогикалық теорияларға сүйенеді. Сондай-ақ баланың тұлғалық дамуы мен әлеуметтік бейімделуі бойынша заманауи зерттеулерді ескереді. Бағдарламаның ғылыми негіздемесі бағдарламаның тиімділігін арттырады және оның әртүрлі балалармен жұмыс істеу кезеңінде негізделген әдіснаманы қолдануға мүмкіндік береді. Түзету және дамыту әдістері. Бағдарламада психикалық дамуында тежелуі бар балалардың жеке ерекшеліктерін ескере тұрып, әртүрлі түзету әдістері қолданылған. Бұл әдістердің ішінде когнитивтік және эмоционалдық дамуды ынталандыратын жаттығулар, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға арналған тапсырмалар және баланың сөйлеу қабілетін дамытуға бағытталған әдіс тәсілдер бар. Әр әдістің нақты нәтижеге бағытталатыны байқалады. Бұл бағдарламаның тиімділігін арттырады. Бағдарламаның практикалық қолданылуы. Бағдарламаны қолдануға жеңіл және түсінікті. Онда баланың дамуының қабілетіне сәйкес әртүрлі деңгейде тапсырмалар беріліп бар. Бағдарлама әдістемелік ұсыныстармен толықтырылған. Бұл педагогтарға немесе түзету жұмыстары бойынша мамандарға жұмыс барысын тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Әрбір тапсырма баланың дамуындағы нақты мақсатқа бағытталған. Оның нәтижелілігін қамтамасыз етеді. Бағдарламаның тиімділігі. Бағдарлама балалардың жеке даму ерекшеліктеріне сай түзету жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Оның тиімділігі психикалық дамуында тежелуі бар балалардың танымдық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуында айтарлықтай өзгерістер қол жеткізуге болады. Сонымен қатар бағдарлама баланың өзін өзі бағалау қабілетін арттыруға, сондай-ақ әлеуметтену процесін жеңілдетуге бағытталған. Жаңалық. Психикалық дамуында тежелуі бар балаларға түзету дамыту бағдарламасы, авторлық бағдарламасы. Бұл баланың жеке ерекшеліктеріне негізделген инклюзивті және мультимодальді тәсілдерді қолдану. Бағдарламаның психикалық дамуында кешенді түзету үшін арнайы әдістемелік құралдар мен жаттығуларды қамтиды. Осылайша баланың әлеуметтік және психологиялық дамуын жақсартады. Қорыта айтқанда, бұл авторлық бағдарлама өзінің ғылыми негізділігімен, практикалық қолдануға ыңғайлы құрылымымен және тиімді әдістемелермен ерекшеленеді. Бағдарлама психикалық дамуында тежелуі бар балалардың дамуына оң әсер етеді. Олардың әлеуметтенуін және оқу процесін жеңілдетуге көмектеседі. Осы тұрғыдан алғанда бұл бағдарлама баланың толыққанды дамуына бағытталған тиімді құрал болып табылады. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сұрақтарыңыз болса? Сұрақтарыңыз бар ма? Дауысым естіледі ме? Сұрақ жоқ, барлығы жақсы, түсінікті. Жақсы, онда рахмет. Рахмет қатысқандарыңызға.